Сәлем достар, бүгін табада дайын болатын, өте тез, өте дәмді болып шығатын тортты жасайтын боламыз. Оған бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Сосын үстіне сгущенкамызды қосамыз. Әбден бәрін араластырамыз. Манағы ұнымыздан аз-аздан қосып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды бірден салып жібермейміз. Бірінші аз-аздан салып, сосын артынан барлығын қалғанын салып, қамыр илейміз. Осыны бүйтіп дөңгелентіп дайындап қоямыз. Алдын ала қолдың көмегімен дөңгелектеген қамырымызды дөңгелектеп дайындап илейтін боламыз. Барлығында дөңгелектеп илеп шығамыз. Илеген қамырымызға осы қақпақтың көмегімен дөңгелентіп кесіп алатын боламыз. Осылай жинай береміз қамырымызды. Осындай құрғақ тавада май құйылмаған қамырымызды салып, екі жағын бірдей қызартып аламыз. Бетіне осындай пузырькилер шығады. Сосын ар жақ бетін ауыстырып, екі жағын қызартып, табаға пісіріп алатын боламыз. Барлығында дайындап, осылай пісіріп аламыз. Табаға пісіріп бәрін дайындап алдық. Енді қазір кремін дайындайтын боламыз. Креміне қаймақ, сосын вареный сгущенка салам. Сіздер өздеріңіз білесіздер енді креміне қандай зат өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен өзім осындай болып дайындайтын боламын. Екеуін әбден араластырамыз. Енді кремімізді жасап алдық. Енді 2 қасықтан салып жинайтын боламыз тортымызды. Тортымыз да дайын болып қалды. Маған қолдау білдіріп тіркеліп кетіңіздер достар. Міне тортымыз да дайын болып қалды. Маған тіркеліп кетіңіздер достар.